Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, баршамызға Рамазан айы баршамызға иншалла мұбарак болсын. Қазіргі таңда Рамазан айында Аллах субханала тағала жәннат есіктерінің барлығы ашылып, тозақ есіктерінің барлығы жабылатын ай. Яғни бұл ай 12 айдың ең сұлтаны болған, ең қасиетті айдың бірі бұл Рамазан айы. Бұл айда Аллах субханала тағаланың разылығы үшін адам баласы барлық жаманшылықтан тыйылып, жалғыз ғана өзінің ішіп жеуден ғана емес, барлық жаманшылықтан өзін тыятын ай болып есептеледі. Және де бұл айда көп сауапты істерді істеу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні минбарға шығып бара жатқан кезінде 3 рет илахи амин дейді. Сонда сахабалар: "Я Расулуллах, неліктен илахи амин дегеніңіз?" дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам маған Жабраил алейхиссалам келіп 3 нәрсені айтты. Сол 3 нәрсеге мен илахи амин дедім деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол илахи амин дегеннің ішінде бұл Рамазан, Жабраил алейхиссаламның Рамазан айында бір қайырлы іс істемеген адамнан Алланың рахымы алыс тұрсын деді. Мен сол нәрсеге илахи амин дедім деген екен. Яғни бұл Рамазан айында жалғыз ғана ішіп жеуден тыйылу емес, жалғыз бүкіл жаманшылықтан тыйылып, және де бұл айда бүкіл жақсы амалдарды істейтін сондай бір жақсы айлардың, ұлы айлардың бірі. Сол себептен де бұл айда жалғыз ғана ішіп жеуден тыйылмай, бүкіл жаманшылықтан тыйылуға шақырамыз. Және де қазіргі таңда Қазақстан Республикасында төтенше жағдайлардың орнауына байланысты қазіргі таңда мешіттерімізде жамағатпенен намаз оқу уақытша шектеу қойылып тұр. Яғни қазіргі таңдағы бұл тарауих намаздарынан да жамағатпенен мешіттерде оқылмайды. Және де бұл тарауих намаздан өз отбасымен бірге тарауих намаздарын оқуға біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы үндейді. Және де қазіргі таңдағы мынау ауыз берік адам кісілерге жамағатты үлкен кең көлемде ауыз ашарға шақыруға да қазіргі болмайды. Өйткені оны да ауыз ашарды да өзінің отбасымен бірге аузын ашса болады. Және де егер де ауызды аштырам деген кісілер болатын болса, сол ауыз аштыратын қаржыға сол кедей мұқтаж отбасыларға көмек көрсетуіне де болады. Және де биылғы қазіргі таңда фитр садақа жан басына 370 теңге болып бекітілді. Бұл 370 теңгені адам басына төлейді. Яғни және де бұны қазіргі таңда бұл фитр садақаны онлайн режим арқылы не болмаса мешітке алып келіп берсеңіздер де болады. Аллах субханала тағала осы Рамазан айында тұтқалы жалған оразаларымызды Алла тағала қабыл етсін. Және де осы айда тілеген ізгі тілек ниеттерімізді, жасап жатқан дұғаларымызды Алла тағала қабыл етіп, осы індеттен Қазақстан Республикасының аман есен құтылуын Алла тағала нәсіп еткен болсын. Аллаху акбар.